Неге кешірімге лайық емес адамды да кешіру керек? Бала күнімізде кешіру керек деп мәжбүрлейтін. Мысалы, көршінің баласы ойыншығыңды тартып алса, оны кешір деп үйрететін. Бірақ бұлай жасау ештеңені өзгертпеуші еді. Ол баланы көп уақыт бойы жек көріп жүруің мүмкін. Ересек өмірде де кешірім сұрағанды күтеміз. Бірақ көбіне сол кешірім сұралмай кетеді. Бізден кешірім сұраған күнде де ол адамның қиянатын есте сақтаймыз. Тарихымыздың дәлелі сияқты. Бізді ренжіткендердің жүгін өмір бақи арқалап өтеміз. Әрбір жаман адамнан кейін бұл жүктің салмағы ауырлай береді. Бізге өмір сүруге кедергі келтіреді. Алайда арамызда кешірімге лайық еместерді де кешіріп үйренгендер бар. Себебі кешірім алға жылжуға көмектеседі. Кешірмеу ренішті, жек көруді, жақтырмаушылықты іште сақтау деген сөз. Жүректі қайғымен улау. Бізді ренжіткен жағдайды ойлап қайғыра береміз. Миымызда қайта соны айналдыра береміз. Жақсы нәрсені ойлауға мұрша қалдырмаймыз. Кешірім ең алдымен өзіңе керек. Кешірімнің мағынасы сол. Оны кешіру деп ойлаймыз. Оның иығындағы тасты түсіреді дейміз. Бірақ кешірім өзіміз үшін маңызды. Кешірім бермей алға жылжи алмайсың. Өткенді ұмытып, кешірім беріп, жаңа өмірге қадам жасайсың. Бәрін кешіруің керек. Тек кешірім сұраған адамдарды ғана кешіріп қоя салма. Әйтпесе кешірімнің мәнісі қалмас еді. Мықты адамдар тіпті кешірімге лайық еместерді де кешіреді. Өйтпесе жүрек түкпіріндегі реніш айналаңдағы басқа адамдарға да әсерін тигізіп, кешірілмеген дүние сенің кемшілігің, жан жараң, елге сенімсіздігің боп қалады. Кешіру өзіңнен босату. Тек кешіргенде өткеніңмен келісесің, мойындайсың, жібересің. Сонда ғана ол келешегіңе зиянын тигізбейді. Өткен өмірдің жан жарасын жіберсең, қайғыңды босатсаң, жаңа сезім мен жақсы көңіл күйге орын босатасың.